достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Тогайк, және де бүгін менде жаңа сериал. Бұл сериалдың аты менде Бай қыз, бірінші бөлім. Сіздер маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер, және де комментарий жазып кетіңіздер. Достар, активті көтерейік, және де достарларыңызға жіберіңіздер. Ал ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Ойбай, тұрайын құрсын, будильникті бір қаншты ғой тура. Так, сағат қанша болды екен? Мә, сағат деген уже 9:30 болып кетті ғой. Маған жұмысқа бір жерге бару керек, жұмыс табу керек. Жұмыс тапқанда енді мен баймын ғой, неғып жұмыс табам. Так, не кисем болады бүгін? Вообще менде киім нормально жоқ ше, шопинг жасау керек бір күні вообще. Так, осы көйлекті кисем бе екен, әлде, может быть, осыны кием ба? Осы екеуін біреуін, короче. Мен давай осы розовый көйлекті киейін. Маған кәдімгідей ұнап тұр. И сол, короче. Вот. Енді мен қазір тамақ ішем. Бірінші достармен амандасайын. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Және де мен Нұрлы Тока, короче. Вот, мен қазір тамақ ішейін деп жатырмын. Мен бүгін прикиньте 9:30-да тұрдым. Мен әшейінде сағат 12-де сондайларда тұратым ғой. Бүгін мен 9:30-да тұрдым деп мақтанып қалсам, иә. Так, енді мен қазір таңғы ас жасаймын. Холодильник толып тұр, қараңыздаршы. Бірақ по-любому мен бітіріп тастаймын ғой бұлардың бәрін. Так, мен осындай, жоқ, бұны емес, клубниканы алайын, сосын потом осындай не алайын, сосын екеуін қосқанда пирог шыға ма, сондай рецепт көргенмін өзім. Соны жасап көрейін деп жатырмын. Так, осы екеуінің қосындысы, короче, қазір мен сіздерге жасап болғаннан кейін көрсетем. Достар, осындай пирог шықты. Енді мен қазір кофе ішемін, өйткені менде только кофе ғана бар. Вот, байлардың нөмірі осылай өтеді ғой, білесіздер ғой. Негізі мен бұдан да көп тамақ ішуім керек, просто мен кішкене ерінем, сондай, короче. Вот, осындай, и бізде осындай кофе, и потом пирог жейміз. Короче, мен жұмысқа дегенде жұмыс емес, сабаққа асығып тұрмын. Сол үшін мен осындай жеңіл тамақ жасай салдым. То есть, тамаққа да жатпайды ғой, тәтті пирог. Қазір жеп аламын. Ойбай. Дәмді достар, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ой, құрсын болды. Всем пока, достар. Ой, құрсын. Блогер болып кеткенде мен 50 подписчигім бар ғой, неменеге блогер болып жүрмін бұшы. Жарайды. Так, сынаяқта тұрат тұрсын, мен қазір сабаққа дайындалайын. Бүгін наушник киіп барайын ба, маған бәрібір, маған ешкім ештеме демейді ғой. Короче, менде бір форма болған, по-моему, но мен, короче, осыны кие салам. Маған бәрібір әйтеуір. Так, маған ештеме демейді ғой, по-любому. Өйткені мен директордың қызымын, біріншіден, ал екіншіден, өзімнің үйім бар, және баймын деп мақтанып кетсем, иә. Вот, негізі ақша бәрін шешеді ғой, денсаулықты соның бәрін шешеді. Ауырып қалсаң сол қазір ақша ғана көмектеседі. И көп сөйлеп кеттім, короче. Так, мен болды шығайын. Такси жолдап. Так, мен мектепке келдім. Саламатсыз ба, ағай? Саламат ба? Чо неге оқушылар аз? Енді мен айтқам, өзіміздің чатымыз бар ғой, 8А сынып деген. Соған айтқам, короче, мен бүйтіп өздерін, короче, бір күн демалыс қой, өздерін қаласаңдар келіңдер, қаламасаңдар келмеңдер деп айтқам. Мен WhatsAppқа кірген жоқпын ғой, мен кеттім, жарайды, ағай. Всем пока, короче, балалар. Кеттім мен, короче, всем пока, деп ба, қайттан айтсам. Эй, қыз, отырсашы. Ой, ағай, мен оқымай қалдым, әйтпесе мен кемеуші едім, вообще кринж. Мен кафеге келдім, енді маған бір бәле жеу керек. Қазір тапсырыс берем. Такс, ойбай, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не қалды? Бізде осындай тамақтар көп.
Бірақ бұлар слишком ашты, аузыңыз күйіп кетуі мүмкін. Осылардың қасына сок алып алуыңыз керек. Жоқ, маған біреуін бере салыңызшы. Жемей қойыңызшы, ашса көрінеді, түріне қарасам. Так, маған онда мына жаққа барып көрейін. Может, мына жерде нормальный тамақ бар. Мына жақта ылғи суши, сондай шығар. Сәлеметсің бе, қарағым? Сәлеметсіз бе, апа? Мына сушилар қаншадан? Бұл сушилар менде 1000 теңге. Мен скидкаға жасаймын. Әйтпесе мен скидка 100%-ға жасаймын, короче. Мә күшті скидкаларыңыз. Маған осы сушидің біреуін бере салыңызшы, 1000 теңгелік. Бізде еще 5000 теңгеліктер бар. 5000 теңгелігі 5 суши ала аласыз 5000 теңгеге. Я білем ғой оны. Маған только бір суши жетеді. Мен жаңа сабақтан келе жатқам ғой. Жарайды. Бүгін көп кісі қыдырып жүр ғой, сол. Ала ғой, шырағым. Неғып дұрыс алынбайды? Қазір мен саған өзім алып берем. Дәмді көрінеді, тез жегім келіп тұр. Мә, осы жақтың тамақтары күшті ғой, прям өйстіп реклама жасасам ғой, сосын мен көп ақша табам. Өзімнің күнделікті ақшамнан көп ақша табам одан да қарағанда. Так, мне кажется, осыларды жеп алайын, потом көреміз, бір жаққа барамыз тағы. Мен шығамын, все, мен болдым, бәрі дәмді. Скидка 100%, вообще күшті. Сабақтан кет қалғаным жақсы болды. Енді мен үйге барамын. Кеш батайын деп жатыр. Барайын үйге. Мен үйге бармадым. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мына бізде. Білем ғой, мен магазинде интернеттен көремін ғой. Так, мен осындай планшетпен өзінің Apple Pencil'ын алғым келіп тұр. Короче, инандай iPhone 14 алғым келіп тұр. Білем, қазір iPhone 15 қазір модада. Скоро 16 шығады, дальше солай кете береді ғой. Білмеймін, бір iPhone'нан тоқтайтын шығар, короче, көреміз ғой. Мен iPhone'ға негізді iPhone қызығына тойбағам. Менікі iPhone 11. Мен қазір просто андай ашылып жабылатын телефондар алғым келіп тұр. Либо ондай жоқ мына магазинде. Короче, жоқ екен. Онда мен, короче, телефонды ауыстырам. 13-ке ма? Короче, iPhone 14-ке iPhone 14-ке осы телефонды ауыстырам ғой. Так, iPhone 14-ті аламыз. Мен өзім телефоным 11-ді берсем қалай? Менікі жап-жаңа, просто чибін алсам болды. Ауыстыруға болады, бірақ ол үшін сізге депозитқа кіру керек. Білем мен депозит не екенін. Жарайды, ауыстырбаңыз. Қымбатты, енді мен телефонды ауыстырып алдым. Так, телефонды енді осы жаққа қоя салайын. Өшіріп. Енді мен киімді ауыстырып ұйықтаймын. Осы халатын киіп алайын. Так, мына жаққа қоя салайын. Ертең бәрін жинай саламын. Қатты ұйқым келіп тұр просто. Ой, таң атыпты ғой. Мен болса жатырмын. Бүгін демалыс. Так, мен осы киімді кие салайын сразу. Жуынғаным керек емес. Бұрында уход жасаушы едім, қазір жасамайын вообще. Так, мен осы капустамен бір рецепті білем. Күйдіріп алмасам енді. Осыларды екеуін жасайын, қандай шығады екен көреміз. Мен өзім білмедім ғой. Менің қолымнан да осындай келеді екен ғой. Мен бұны ерініп жасаған жоқпын вообще. Так, енді жеп алайын. Кофемді құйып алайын әдеттегідей. Неғып дұрыс құйылмай жатыр? Төгіп ала жаздадым ғой. Бәсе? Не болып қалды саған? Бәсе, дұрыс құйылмай қаншты ғой. Так, бұл менде осындай. Достарға көрсетпей қойын. По-любому менде 50-ақ подписчик қой инстаграмда. Так, жеп алайын. Ойбай. Вот, и ішіп алайын.
Прям менде бүгін дәмді таңғы ас болды ғой. Енді мен бүгін қыдырмаймын. Қыдырудың неге қажеті бар? Ал достармен сериалым аяқталды. Сериал ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта екінші бөлімі шығады. Ал ендеше сау болыңыздар және де активті көтерейік. Достарыңызға жіберіңіздер. Всем пока.